Қайтыс болған адамға не болады? Қазір өзіңізге беретін жауабыма таң қалатын шығарсың деп ойлаймын. Қанша қызық, тіпті оғаш көрінсе де, бұл жауаптың дұрыстығында алдағы уақытта көз жеткізесің. Жан кеудемізден шығып кеткен соң бізге ештеңе болмайды. Біз осы қалпымызда қаламыз, бірақ денемізде өзгерістері болары анық. Өйткені біз жасаған ізгі амалдардың денеде қалдырар әсері тым аз, тіпті жоқ деуге де болады. Иә, ойыңыздағы тағы бір сұрақ пайда бола бастағанын түсініп тұрмын. Мысалы, мынандай бір мысал келтірейін. Сонда менің не айтқым келгенін жақсырақ түсіне бастайсыз. Сіз ғарышкерді өз көзіңізбен көрдіңіз бе? Нағыз ғарышкерді көрмесеңіз де, оларды кинодан, ғаламтордан көріп біліп жүрсіз. Солай емес пе? Олар ғарышқа ұшарда космосқа арналған арнайы костюм кию керек. Себебі ғарышта адамдар көйлек пен шалбар киіп жүре алмайды. Ғарыш мүлде басқа әлем. Ол біздің әлемге ұқсамайды. Жерде киінетін киіммен ғарышқа ұша алмаймыз. Ғарыш костюмінде кигенде оның ішіндегі ғарышкердің өзі әрең көрінеді. Олар жерге оранған кезде олар ауыр үлкен костюмдерін шешеді. Егер ғарышкерлер костюмін шешсе, ол ғарышкер санала ма? Жоқ, әрине. Ол ғарышкер. Демек, ол киімсіз болса да ғарышкер болып қала бермек. Ал костюм ше? Костюм ғарышкер ме? Жоқ, ол жай киім. Ол өте ерекше киім шығар, бірақ жансыз зат екені анық. Біреу оны кимесе, сол күйінде жата береді. Енді осы мысалға салыстыру жасай отырып, өз денеңізге көз салыңыз. Құдай алдымен жанды жаратты. Жанымыз рухтар әлемінде болды. Дүниеге келерде жанымызға жарасымды ерекше киім қажет еді. Анамыздың құрсағында бізге әрі осы әлемге лайықты киім дайындады. Бұл киімнің ұстауға ыңғайлы, қолдары жүруге жарамды, аяқ көретін көздері, еститін құлағы, иіс сезетін мұрны бар болып жаратылды. Бұл әлемге осы ерекше киіммен келдік. Бірақ ол киім қана біз емеспіз. Ғарышкер мен ғарышкердің костюмі сияқты біз жанымыз бен тәніміз бір-бірінен мүлдем ерекше жаратылыс. Жердегі өзіміздің аяқтаған соң осы жаққа арналған киімді тастап кетеміз. Себебі біз баратын жаққа бұл киімдер қажет емес. Яғни қазіргі денеміз бұл ғарышкердің жерге оралған соң ғарышқа арналған костюмін шешуіне ұқсайды. Жарық әлемі анамыздың құрсағында 9 ай күткенде, қабірде де ұзақ күтеміз. Қабір әлемі ананың құрсағы аялдама, вокзал күту секілді алаң. Біз тар, қараңғы құрсақта жалғыз қалдырмаған Раббымыз ертең қияметте қалың топтың арасында да жалғыз қалдырмайды. Себебі ол бүкіл әлемнің иесі. Рабб деген сөз бүкіл әлемнің иесі дегенді білдіреді. Рухтар әлемі, дүние, қабір әлемі және жұмсақ сарайлары. Міне, өлу мен туудың тағы бар ұқсастығы осында жатыр.